Сәлем достар, бүгін біз интерфейс құраудағы ең маңызды элементтердің бірі селектордың екі түрін қалай жасауды үйренеміз. Бірінші радио баттон деп аталады, немесе радио батырма. Біз бұл жерде бір ғана нұсқаны таңдай аламыз. Мысалы, мына бургердің қай түрін қалап тұрсыз, соның біреуін ғана таңдай аласыз. Ал чекбокс арқылы біз бірнеше нұсқаны таңдай аламыз. Көріп тұрғаныңыздай, таңдалған бургеріңізге бірнеше ингредиенттер қоса аласыз. Ендеше біз атамарлық дизайн принципі бойынша ең кіші элементтен құрастыруды бастаймыз. Мен радио баттон ішінде тұратын дөңгелегінен бастадым. Мен бұл жерде төртбұрыш фигураны алып, оның корнер радиусын домалақ болмайынша өзгерттім. Сосын бұны компонентке айналдырдым. Енді осының басқа өлшемін жасаймыз, мен ол үшін тағы вариант қостым. Ал енді радио баттонның өзін жасайтын боламыз. Ол үшін фигураны алып, біз радио баттонның негізін жасап аламыз. Бұған да өлшемі үлкен нұсқасын жасаймыз. Енді осы property'дің атын өзгертеміз. Және оларға сәйкес келетін мағынаны жазамыз. Енді бұларға басылған немесе басылмаған деген свойствоны береміз. Енді таңдалған нұсқасын дайындайтын боламыз. Ол үшін дөңгелектің фонын алып тастап, оған обводка жасаймыз. Енді алдында жасалған элементті алып, бізде басылған нұсқаға ішіне апарып қоямыз. Енді сәйкес келетін мағынаны жазамыз. Енді екінші өлшемдегі элементтің басылған нұсқасын дайындаймыз.
Енді чекбокстарды дайындайтын боламыз. Бұны да фигурамен бастаймыз, және бұның корнер радиусын кішкене жалпақ болмайынша өзгертеміз. Содан соң бұдан компонент жасаймыз. Ал енді өлшемі үлкен нұсқасын жасаймыз. Сонымен осылай домалақ нұсқасын жасап шығамыз. Енді property'ға кіріп, сәйкес келетін мағынасын енгіземіз. Енді осы фигураларды негіздейтін свойство қосамыз, shape деген, яғни фигураның түрі. Осымен бізде чекбокстардың басылмаған түрі дайын. Енді Assets'ке кіріп, қалаған иконкаларымызды таңдаймыз. Бұл иконкаларды файлға кіргізетін менде арнайы видео сабақ бар. Оның сілтемесін комментарийде таба аласыздар. Енді бұл чекбокстардың басылған түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін нұсқасын көшіріп алып, қалаған түсімізге бояп, ішіне иконканы орналастырамыз. Осы нұсқаның мағынасын ауыстыруды ұмыт кетпеңіз. Осымен біздің чекбокстарымыз дайын. Бұлай барлығын функционалын көру үшін прототипке қосатын боламыз. Ол үшін прототип деген парақшаға көшеміз. Сосын басылмаған түрін басылған түріне байланыстырамыз. Яғни
тышқанмен басқан кезде біздің бір состояниеден екінші состояниеге осылай өзгереді. Чекбокстарды осылай байланыстырып шығамыз. Енді тышқанды қайтадан басқан кезде өз қалпына келу үшін оны ары қарай қарама-қарсы байланыстырамыз. Міне осымен дайын. Жалпы селектор туралы қосымша ақпараттарды мен комментарийде қалдырып кетемін. Сіздердің назарларыңызға көп рахмет.